Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бұл до конца шоу. Барлықтарыңызға белгілі, мен асабамын, ал асабалар предоплатамен жұмыс жасайды. Осы шоудың предоплатасы болсын. Лайк басып, комментарий жазып жібер. 5 секунд уақыт берейін. Басылды ма? Олай болса, біз бастаймыз. Бұл шоу басқа шоудан ерекше. Бүгінгі шығарылым мүлдем ерекше. Сіздер сұрадыңыздар, біз орындап жатырмыз. Бізде бүгін ерекше қонақтар. Бізде нәзік жандылар. Аи, Джузи, құрмет қошеметтеріңіз. Қыздар, көргенмен өте қатты қуаныштымын. Мына жерге негізі в основном проект ашылғаннан бері тек қана жігіттер келіп жатыр. Тек қана. Біз бірінші қыздар ма? Сіздер дебютсыздар қыздар жағынан. Сондықтан құтты болсын. С мужским характером до конца баратын қыздарға біз көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. До конца, вообще өмірде до конца бар көрек, дұрыс па? Дұрыс, қолдаймын. Иә, мысалы, енді қазіргі таңда танымал жансыңдар, бұйырса актрисалыққа кетіп баратсын, сериалдар бар, Джозефинада күшті. Ай, өзімен өзі күйеуге шықты, бала болып ол да до конца бар, күйеуге шығу, бала бағу, бәрі. Сондықтан, давайте қызықты историядан бастайық, бір до конца барған ситуацияларыңыздан. Мысалы, кімнен бастасақ болады? До конца барған история ма? Иә, бір өмірде до конца барған қандай ситуация? Обычно андай болады, очередьте тұрған кезде, сондай біреу мешать етіп, очередьті бұзып бүйтіп кіріп кетпекші болып, хитровать етеді, сол кезде спорт етіп, анақта или счетты алып келеді. Вот недавно болған, біз тамақ іштік та, и счетта бір счет определенный, и сол жерде 3 рет 10% алғанда, бірінші, екінші 3%, оннан 30% алып тұрды обслуживание. Бір жағынан ұятты, анда 1000 теңге, 2000 теңге всего лишь общий санды 3000 теңге шығар. Бұлай обидно. Я сосын тұрамызда, қалай ол, давай сұрай салайық, бірақ төліп қойдық та. Сұрап, до конца біліп, нау не үшін артық ақшаны алып кетіп, сөйтіп решать етіп кеттік. Өте экономичный адаммен танысып отырмыз, достар. Так, менің до конца болған ситуациям, есіме тек бір ситуациям тұп тұр. Айтшы, соны айтшы. Ол бар ғой, мектеп жылдары, андай олимпиада деген зат бар емес па? Соны қалалық, облыстық деген зат бар, республиканский. И мен кәдімгідей қалалықты жеңіп, облыстықты жеңіп, республиканскийға бардым да, Қазақстан тарихы бойынша. И бірінші тапсырма болайын отыр, бірінші андай өтетін уровені. Отырым, алдыға отырып алғам. Еще келеді, енді комиссия келмей ме тексеретін адамдар, яғни үлкен философтар, үлкен андай докторантурада оқитын адамдар, сондайлар келеді, бізге түсіндіреді. Осындай түсіндіріп жатқан кезде бірінші орысша түсіндіреді. Өйткені ол Астана қаласында болды. А мен отырым, торғай, қазақпын, жоқ деймін, почему? Неге Қазақстан тарихы бойынша олимпиадада сіздер бірінші орысша бастайсыздар деймін. Так, иди сюда, кто ты деді, мен айттым, жоғым, жұлдыз дедім. Алдыға отыр, и камераны алдына отырсып қойды. Мен келдім, до конца бардым, отырдым, жас шықтым. Сосын екінші задание келген кезде тағы да орысша түсіндіріп отырмын. Мен айттым, неге орысша бұл жерде анау көтеріліп, текке быт-шыт болып жатқан кезде шығара салды мені. Мен айттым, шығарсың да шығара беріңдер, мен қатыспаймын. Патриот до конца кетті. Патриот до конца. Қалалықты жеңіп, облыстықты жеңіп, республикалыққа барып, қадалып, ұрысып, көк беттігін көрсеткен Джузиға алғыс білдіреміз. Молодец, до конца, қыздар. Өте әдемі, күшті, әдемі. Енді еще плюс машина алдым да? Иә, Тоғысын. иә, рахмет. Алдыртып алдым до конца. Енді до конца не алдыртып? Енді квартира деп отыр. Сен просто курс атып бір оқитын жармыз бір. Сондықтан да дайын болыңыздар, курс ашам кісі. Не істейміз? Бастаймыз, бір қошеметтеп қойыңыздар, қыздар. Бұл до конца шоу. Бұл жерде біз танымал жұлдыздардың әлеуметтік желіде қаншалықты батыл екенін тексереміз. Ойын шарты: қонақ таңдаған тапсырмаға байланысты ыңғайсыз, ұятты сторис немесе пост салуы керек. Тапсырма орындалмаған жағдайда тағы екі таңдау бар. Ол әдеттегідей коктейль немесе құпия тапсырма. Орындалған тапсырмалары арқылы бағдарлама соңында кім до конца, кім батыл екенін анықтаймыз. Так, кім бастайды? Сулифа. Бірге дейін ба? Қарама. Жарайды. Сен де оқыған өзім қара беремін. Не, қара отансың, қарама. Давай. Сулифа. Былай қаратсың, жастар бір таңға келген адамдар ғой. Кеттік. Мана алсайықшы Все. ортасына. 5. Жақсы сияқты. 5. Молодец. Қазір 5-ші тапсырма не күтіп тұр? Сторис сал жүру керек болады сізге. Сторис сал жүру керек болады. Дамиле суиттің суретін салып,
ема. Соншама ақша салсаң, Мұрат Әбділда да осындай әдемі болады деп жазып жүрген. Ой, ема. Неге оған да ұрысты? Бізде енді бұл жерде былай ғой қыздар, батылдық тексеру. Бұл жерде мақсат батылдық тексеру. Сондықтан батыл екеніңді осы жерден дәлелде. Вообще нефте бұл андай. Қайтып жазам, отметкасыз ба? Кәдімгі Дамиле сурет. Ол бәрібір көрініп барады. Бәрібір суретін саласың кәдімгі, бір суретін таңдап аламыз қазір. Сол суретін саламыз да, сосын астына жазып жібереміз. Соншама ақша салсаң, Мұрат Әбділда да осындай әдемі болады. Сториске кәдімгі. Осыншама ақша салсаң. Или ананы таңда. Ер бала болса, ладно, сала берем да. Араласасыздар ма? Иә, қыз бала болса. Петрушки ғой, бес френс. Жаман отқан Ренжітіп аламын просто. Иә. Просто мына жерде 5 ұпайда, мына жерде 3 ұпай. Нан ішіп, құсқанша мына жақта. Соны істейсіз базар жоқ. Қызыл, ладно. Қайтсы? До конца, ребята, қолдай беріңдер мені. Дамеле, сен үшін осы, вот, ради тебя большой, үлкен болып көтпеймін. Бірдей. Ең оңай жыр бірде. Ең оңай, ең оңайы. Қатты қиын емес жыр. Ең оңайы, бір, просто мысықтың тамағына тіл тигізу керек. Фу, жоқ. Бұны енді обязательно орындаймыз, қыздар. Мен до конца деген сөзін алдым. Мен д болып қалатын болып шештім. Я дура, дура десе. Жоқ, нормально мен жек көргем. Андай не сияқты? Андай Керерешки сияқты. Керегеш. Жегеніміз бет полетит болсақ. Бәсе неге бәсе? Командная работа деген. Жоқ, нормально, қатты емес күшті. Шанс жоқ, шанс жоқ. Тек қана поддержка, тек қана поддержка. Дамеля. Сен үшін мысықты жеңе отырмын. Ух ты. Бәрін самай қойыңыз, бәрін жемей болмайды. Бір сондай күшті ойнатсын, просто алып едік қой. Еңбегін ақтасын. Кәбет. Просто тілмен бір ұшымен. Иә, тіліңізді я кәдімгі. Сосын салфетка орын бейді. Жоқ, ештеңе жоқ, просто арға. Болды, до конца. Долго тұрмайын. Болса күтіп отырып қой. Ой, есінай. Тиген жоқ. Тиді ең адам. О, тиген жоқ, просто былай. Өтірік айтып жатыр. Тиді, точно тиді. Нанырсын айтым. Тиді ма? Тиді. Екі рет тиді. А давай жеп көрсін. Молодец, бір қошеметтен шапалақтамады, молодец. До конца, ай, вообще супер. Молодец. Ну-ка. Передай эстафету, давай. Делай. Давай, енді мышықтың тілімен айттыр осыны. Алты. Мынандай бір әдемі сторис түсіру керек болады. Қыздар Садреддинге ғашық болып, артынан жүгірмей ақ қойыңдар. По секрету айтайын, оның оказывается жігіті бар деген сторис. Садреддин. Мен Садреддин слишком жақсы көрем. Мен оның творчествосын қолдаймын, всегда артқа тартқым келмейді. Садреддин сен үшін деді. Мына 5 болады ғой. Садреддин сен үшін мен мышықтың тамағын жейтін болып шештіңіз. Мынау 5 ұпай, мынау 3 ұпай. Қазір данный момент бізде 5 ұпаймен ай алда келе жатыр. Сондықтан ал керек болса мен 6 дейді. Мышықтықын көрдік. Сізге повезло. Қазір айтасыз, почему? Себебі сізге сабынның дәмін көру керек болды. Ей, көргенмін. Мен көпіріп жүргенім сол емес пе? Базар жоқ. Жүзи, құрмет қошеметтіңіз. Жозефина саған арналған ерекше тағам үлгісі сабын. Бұл Садреддин үшін жасалып жатыр. Жан пида деген болады. На сабын. Қалай екен дәм? Бүл десе. Бүл десе. Жұту керек па? Енді не істеу керек. Бұл до конца шоу 5 ұпайға ие болды. Бір құрмет болсын, ерекше молодец.
Без комментарий, без комментарий. Кәм, ақ шоколадтар бар ғой, жейтін кәм, соғық сап кәм. Дедім. Да, Садреден сен үшін көрдің ғой. И Дамиля сен үшін деді. И Дамиля, я вообще, молодцы қыздар, әдемі. Так, счет 5-5. Қыздар, до конца келе жатыр, кеттік. Ендігі таңдау Аи сізде. Бір ма? Бір. Бір. Мынандай сторис салу керек болады. Айтуға ыңғайсызданып тұрмын. Советтеріңіз керек. Жігітімнің ана жері кішкентай. Ужас қой, ұят нәрсе. Смело қызылға барайық. Сразу. Бесі қойған. Мен аузым көпіріп жатыр. Көпірге дым желание болып отқан жоқ. Миллионы просмотры. За ним хорошие статистика. Да, там статистика, там хорошие рекламы. Давай подумаем. Нет, обмозгуем. До конца. Нет. Все. Кеттік, олай болса, ендігі тапсырма. Тісіңізді шампуньмен жуу керек болады кәм. Істейміз? Бізде басқа вариант жоқ? Таңдай алмай ма? Эмоцияларымызды ұстаймыз, қыздар. Қандай шампунь, ладно? Бас жуатын шампунь. Қымбат па или арзан? Қымбаты, ой, қымбаты. Шампуньмен аузымызды щеткамен кәдімгідей көпіртіп тұрып жуамыз. Біз кірісеміз, сіздер қолдаңыздар. Олай болса, бір қошеметпен яқалайық. Маман, ой. Мына кісі кайфына кіріп алған ше. Кәдімгідей. Ну, әдемі мүмкіндік екен. Сосын біздің атымыздан сый-сияпат зубной щетка сізге подарок. Ешқандай қиналмай, түр бермей, сөйтсе ауызды шампуньмен де тазарта беруге болатын дәлелдеген Аи молодец, 5 ұпайға ие болып отыр. Чо, қалай, дәмі қалай? Жақсы лайфхак. Если паста бітіп қалса, можно шампуньмен. Өте әдемі қатты келатыр, өте қатты, резко қатты бастап кеттік. Давайте, жалғастырамыз. Жозефина, таңда. 4. Мынандай стористе жүру керек, короче. Қиын ештеңесі жоқ. Бедейсің, короче. Дариға Бадыкованың фотосын салып. Осы ұрысқа қатының киносын мақтай бермеңдерші. Сен салам дедің неше прикинь. Дым ұнамайды. Негізі фильмі күшті, мен көрдім қақын. Мынаның екеуін қойды орындайын. Так, қиын ба негізі? Қиын? Отсы, мынаны орындайын десем, тағы да мына көпіртіп қойасыңдар ма сендер мені? Онда ішіп көр. Ішіп көрейін ба? Просто андай ұятты, негізі киносы жақсы. Күшті ішіп отырасың. Қайғайсың анда күшті ішіп атын аған жек. Баняда отқырай сезіліп отырған өзімше кәм. Жуынып кәм, тазарынып кәм, күшті от кәм. Мне прям так. Онда ала салайыннан біреу. Жоқ, қараңыз қам, вариант бар. Енді бұл жерде конкретно оту процесіне кеттік па? Егес күштігін айтыңшы. До конца бару ма? Ұпай? Ұпай. Қазір 10-да, сізде де 10. Мынаяқтан 2 коктейль таңдайсың. Мен саған 6 ұпай берем. 3-тен. Мына жақта 5, е? Әкеш. Сонда өмірге деген, денсаулыққа деген вообще внимание жоқ болса, бәрібір. самый главный батыр-батырыш болса болды ма сонда? Денсаулық, асқазан, сабын жеп кәм. Енді біз актрисалыққа енді кіріп жатырық та, кішкене жаман неме. 2 коктейль, 1 коктейльдің өзінше адамдар шақшып, просто айтып көрдім. Жоқ, келісті. Олай болса, бізде 2-ші және 3-ші меню таңдалып отыр. Бізде таңдалған 2-ші, 3-ші меню таныс болайық. Бізде 2-ші менюда ұн, ащы бұрыш, перец, кукуруз. Бұл вообще қате сияқты бірақ. Қысқан кезде бірақ. Күштандай шайналмай шыға беремін. Мынау сүт. Молочный. Так, бізде 2 білесіз ғой да? 2 қосып ішем ба? Енді қалай қыламыз? Или бөлек-бөлек ішеміз бәне? Зачем? Бәрінен микс алға. Это же бәрібір асқазан қорған кезде. Шекер, чтобы было сладко после горького. Пельмень. Пельмень, түшпара дейді ғой қазақша. Қияр. Нормально. Детская закуска.
және Тархун. мына екеуі қате болды енді араласса. Сен одан сайын неге ушықтырып жатсың? Өттіріп қойдың барлығын. Қызыл уровеньге келдік. Мынау потологтың потологы, до концаның до концасы отыр. Екі коктейль. Ингредиенттердің бәрін бір қосып араластырамыз. 6 ұпай. Кестік қой. Кестік қыздар. Ақ пен жасыл араласса қандай түс шығады? Кішкентайдан кішкентай, себебі 2 коктейль. Қыз бала, нәзік жан. Біз тәтті қыздар болғаннан кейін. Біреу. Болды. Тамақ істеп отқан сияқтымыз ғой. Біреу да? Сосын пельмен үшеу. Пельмен екеу. Екеу. Пельмен екеу. Так, он неше грамм? Болды. Осы жетеді ғой? Қой, мынау аздау уатшы. Болды ғой. Давай былай жасайық. Ай, сіз Жозефина қаншалықты сыйлайсыз, қаншалықты жақсы көресіз, соншалықты салайын деймін осыны. Онда. Неге үйімнен маған келгенде сөйтіп отырсыңдар? Жақсы көрмей қойшы мен, пожалуйста. Қом сейсемін, жас. Не қой? Себе. Аз сеймін де просто. Жай сала берші, болды бәрі кетеді. Қаншалықты жақсы жоқ, шынайы. Сол жетеді. Қаншалықты жақсы Сол көресіз? жетеді жаңағы салдыз ғой, көп сал қойды. Не ма? Демес па? Жоқ, қам жақсы Жоқ, ол просто машинасымен қайтам үйге. Осы жетеді. Болды. Дайынбыз ғой. Ал кеттік. Қатты дауыс шығады, шошып кетпейін. Коктейль дайын. Ерекше коктейль. Ерекше адамға. Бізде микрофон бар ғой, жазып жатыр, білесіңдер ғой да. Бізде чистый звук білесіңдер ғой да, барлық сыбырдан бәрі жазып жатыр. Ана просто бетіндегісін ғана ішсе, ана аста түсіп кетеді деген оны. Нелер ше, купалар. Жозефина, саған арналған коктейль. Искеп көруіңе болады. А в любом случае ішесің қазір. Давай, саған сәттілік, денсаулық, ол уақыт, ашық аспан, қажымыз қайрат. Перец бар ғой ішінде. Бір глоток. Бір глоток. Жұт. Болды, сонымен бітеді. Жозефина, молодец. Болмаған жағдай. 2 коктейль қатарынан 6 ұпай, сонымен бізде есеп 11-10. Сізде күшті мүмкіндік бар, 3 коктейль есіп жетті. Кеттік. Таңдаймыз. 2. Тапсырма бізде қандай күтіп тұр сізді? Қазақстанның жігіттері әлсіз болып бара жатырғанына байланысты 4 кию алуға рұқсат сұраймын үкіметтен. Сторис. Аты нем көрсен кетіп от. Жоқ. В принципе, былай слабый, шутка. Просто. Қазақстанның жігіттері әлсіз болып бара жатыр дейсің. Шутка, если что, шутка бұл. Ешкімді зато ренжітпеймін. Тек ер адамдардың бәрін деп тұр. Бүйтіп фотоға түсіп салсаң. Сториске айтып сал жүресің. Қазақстанның жігіттері әлсіз болып бара жатқанына байланысты 4 күйеуден алуға рұқсат берілсін деп үкіметтен сұраймыз. Сізбен салып қойсам еще. Өз біліп қояды шоуда отқанда. 4 күйеу алуға рұқсат сұраймыз үкіметтен. 4 күйеу сұрауға рұқсат сұраймыз үкіметтен, е? Достар, Қазақстанда ер адамдар әлсіз болып бара жатқандықтан үкіметтен 4 күйеу алуға рұқсат сұраймыз. Жаттанды, балалар болады ғой. 3-ші класста, айт! Давай тыңда. Рұқсат сұраймыз. Бір бүйтіп тұрған сияқты қасында. Күйеуім ұрсып тұрмасын. Сұрақ біліксін қойма еще. Че там деген сияқты. Салдым. Сал жерді. Көрінбай, мен до конца. Сонымен
Потолок 15 ұпай. Аида, молодец, представляете? Сразу. 5. Молодец. Ал кеттік. Құрметті оқырман, сторис салу керек болады. Құрметті оқырмандарым, қыздарым, сіздерге Байға залетпен атты авторлық курсыма шақырамыз. Мен байға шықпағам. Қалай? Құрметті оқырман, қыздар. Құрметті оқырмандарым, қыздарым, жаңа өзің жаттан емес қылып айтасың ғой. Байға залетпен шығу авторлық курсыма шақырам, немесе авторлық курсым сатам деп осындай бір. Сатайын деп жатырмын, келсеңдер бар ма? Маркетинг деймін. Доказательство түсіріп. Так, қыздар, сендерге күшті жаңалығым бар. Мен недавно осы ой келді. Сол ойдың ішінде курс жасау. Қандай курс десеңдер, залетпен байға шығу деген курс. Кімге керек? Залетқа күшті шығып, плюста қалу үшін. Сондықтан да кімге за, кім хочет, давайте жазыңдар. Сторисқа салу жерді осында ойым болды. Өте әдем, молодец. Өзің. Қыздар, қай-қайсыңыз да мықтысыздар. Действительно, до конца дедіңіздер, келдіңіздер, мықтысынан бастадыңыздар. Бұл жерде енді ұту керек болды. Сондықтан, Жозефин, саған өте қатты ризамын. 2 коктейльмен, 16 ұпаймен сіз бүгін жеңдіңіз. Шын жүректен құттықтаймын. Жеңімпаз бізді Жозефина. Сіз де жеңілген жоқ, сіз де патологтасыз. 15 очко негізі бұл шоудың патологы. Сіз патолог жасадыңыз, бұл кісі просто асып кетті. Қыздар, көп-көп рахмет. Алған әсерлеріңіз шоудан. Шоу жайлы, до конца жайлы, әңгімелеріңіз. Тісім тазарып қалды. Жақсы екен. Қазір үйге барып күйеумен қырылады жақтым. Жақсы? Жақсы. Қытай настроение жоқ дейді. Так, сізге. Так, күшті, өте адреналин беретін бағдарлама. Енді не деймін, айтатын сөзім жоқ. Күшті бағдарлама необычно. Күшті әсер алдық екеуміз. Қыздар, молодцы. Самое главное, до конца барыңдар, армандарың орындалсын. Сіздерге тек қана сәттілік. Біздің осындай әдемі шоуымыздың демеушісі болған Жұлдыз шоу той ұйымдастыру орталығына шын жүректен алғыс білдіреміз. Қазақ той бітпесін. Сіздермен бірге болған мен Саламат. Келесі кездескенше сау болыңыздар достар.